Сәлем сұлу қыздар, Әсия Шебер каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Alize Puffy жібінен осындай әдемі панама тоқитын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шығатын видеоларды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Панама тоқу үшін Alize Puffy жібі қажет. 100 грамында 9 метр, мендегі цвет ментоловый цвет. Егер де қазір менде бір маток жетпесе, екінші матоктан да кішкене пайдаланатын боламын. Алдыңғы видеоларда осы жіптен балаклава тоққан болатынбыз. Ол да көп қыздарға ұнады. Енді панама тоқиын деп шештім. Бұл видеода көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Ең алдымен біз 29 петля санап аламыз. Ол үшін жұмыс жібін алып, бірінші петлясын шетін қиямыз қайшымен. Ортасында міне жіп болады, жіңішке жіп. Осыны қайшымен қисақ, міне жібіміз ұзарады. Осы жеткілікті болады бізге. Осыдан 29 петля санап, сосын бір-біріне енгіземіз. Жиырма 29 петля санап алдым. Менде 29 петля, ал мынау 30 петля. Енді бір-біріне енгіземіз. Ол үшін міне жұмыс жібін өзімізден ары қойып, ал алдымыздағы бұл біздің панамамызды қазір дөңгелекше етеміз. Соған 29 петляға 30 петляны енгіземіз. Осылай міне. Ал 28 петляға 31 петляны енгіземіз. Сонда біз қатарымызды осылай бірінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Бір-біріне 29 петляны келесі жұмыс жібіндегі жіпке әрқайсысын енгізіп шығамыз. Міне жұмыс жібі, міне алдымыздағы панаманың жібі. Осыны осылай міне енгіземіз. Сонда бізде өрілгендей болып шығады. Қатардың соңына дейін, яғни осы жерге дейін, міне ең соңғы петляға дейін енгізіп шығамыз барлығын. Бірінші қатарды тоқыдым. Яғни мен бір-біріне енгізіп шықтым петляларымызды. Енді тоқымамызды бұрып, осылай бұрамыз. Және мынау бірінші петлямызбен соңғы петляны бір-біріне жалғаймыз. Сонда бізде мынау дөңгелекше болып, осылай жабылады. Осыдан панама тоқуымыз басталады. Мына жерді қазір мен жұмыс жібінен алып, бірінші петляға байлап қойдым. Сонда менде круг болып жабылды. Сосын осы жерге белгі ретінде маркерді немесе кез келген түйрегіш болсын, жіп болсын байлап қойсаңыздар, біз мына екі қатардың басы мен аяғын білетін боламыз. Мына жақтан біз басталады бірінші қатарымыз, айналып келіп, осы жерден аяқталады. Сонда келесі қатардан екінші қатар басталады. Соны бақылап, байқап отыру үшін біз осылай бірінші петлямызға түйрегіш қадап қойсақ, өзіміз шатаспаймыз. Енді бірінші қатар тоқылып бітті. Екінші қатарды тоқу үшін дәл жаңағыдай қайталаймыз. Петлямызды әр петлямызға жұмыс жібінен келе жатқан петляларды енгізіп шығамыз. Ол үшін міне бір петляға енгіземіз. Енді жанындағы петляға жаңадан жұмыс жібінен келе жатқан петляны соны енгіземіз. Бізде екінші қатар тоқылып басталды. Осылайша қатардың соңы, яғни осы круг аяқталып, осы жерге келгенге дейін тоқимыз. Бұл бізде ең соңғы петля.
Сонда бізде екінші қатар тоқылып бітеді. Екінші қатарымызды бітірдім. Осылай бізде екі қатар тоқылып болды. Тағы да осындай екі қатар тоқимыз. Сонда бізде барлығы 4 қатар тоқылады. 4 қатар тоқып алдым. Енді бас киімнің төбесіне қарай жақындап қалдық. Сондықтан біз төбесін кішірейте бастаймыз, яғни жабуға дайындаймыз. Ол үшін міне 4 қатар мына жақтан санасаңыздар. Бірінші петля, екінші, үшінші, төртінші. Және мынау қасындағы бұл соңғы петля тұғын айналып келген кезде. Бұл да 1, 2, 3, 4. Бірақ бойлары кішкене сәйкестік болмайды. Ол ештен кетпейді, тоқыма арасында білінбей кетеді. Ал енді келесі қатарды, мынау жұмыс жібі келе жатыр. Біз 5-ші қатарда петляларымызды азайта бастаймыз. Ол үшін міне 1, 2, 3, 4, төртеуін жай тоқып аламыз. Петляларды бір-біріне жайлап енгіземіз. Міне бірінші петля, екінші, үшінші және төртінші. 4 петляны енгізіп аламыз. Келесі 5 пен 6 екеуін біріктіріп, міне біріктіргенде ортасында орын бар. Осы жерден мынау жұмыс петлясынан келе жатқан петляны, келесі петляны соны енгіземіз. Сонда бізде тоқымымыз кішірейеді. Осылайша тағы да төртеуін тоқимыз. Екі, үш, төрт. Төртеу тоқып алдым. Мынау келесі екеуін біріктіремін. Сосын жұмыс жібінен келген жұмыс петлясын жаңадан осыны енгізіп, екеуінен шығарамын. Осылай қатардың соңына дейін төртеуін тоқимыз. Екеуін бір-біріне қосып қысқартамыз. 5-ші қатарда мен соңына жақындағанда төртеуін тоқып, және тағы біреу қалып тұрады. Оны да жай ғана тоқып кетесіздер. Енді келесі 6-ші қатарда, міне мынау менде соңы, 5-ші қатардың соңы, ал мынау 6-ші қатарда енді үшеуін тоқимын жаңағыдай. Тек қана өзін бір-біріне енгізіп, міне жұмыс жібінен келе жатқан петляларды жаңадан жұмыс жібінен іліп, осылай үшеу тоқимыз. Ал келесі екеуін бір-біріне осылай қосып, тағы да кішірейтеміз. Тағы үшеуін тоқимыз. Тағы да екеуін кішірейтеміз. Осылайша қатардың соңына дейін, яғни мынау маркерға дейін тоқитын боламыз. 7-ші қатарда енді екеу тоқып, келесі екеуін бір-біріне енгіземіз. Міне 1, 2, сосын мына екеуін бір-біріне айқастырып, осылай жұмыс жібін петлясын осыдан шығарамыз. Міне екеуін тоқыдым, біреуін азайттым. Келесі тағы да сондай. Біреу, екеу, тағы екеуін осылай азайтамын. Осылайша мынау петляға дейін, маркерға дейін тағы да азайтып тоқып шығамыз. 7-ші қатарымыз аяқталды. Енді 8-ші қатарда біреуін тоқып аламыз, ал екеуін біріктіреміз. Сонда бізде біреуі тоқылған болады, ал екеуі қысқарып, осылай біріктіріліп, арасынан жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгізетін боламыз. Сонда бізде тағы да бас киімнің төбесі кішірейе бастады. Біреуін тоқып аламыз, міне бір петляны, ал келесі екі петляны біріктіріп, содан соң ғана барып, мынау жұмыс жібінен келе жатқан петляны өткіземіз. Сонда бізде осылайша қатардың соңына дейін біреуін жай тоқып, ал екеуін қысқартып, қатардың соңына дейін тоқимыз.
қатардың соңына дейін тоқып келдім. Сонда бізде мынау қатардың басы болып тұр. Осыны және келесісін алып, екеуін біріктіреміз. Сосын жаңадан жұмыс жібін петлясын алып, арасынан өткіземіз. Сонда келесі екі петляны аламыз, оны да жұмыс жібінен алып, осы петлядан өткіземіз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Ең соңында санағандарыңызда 5 петля қалу керек. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Осы 5 петляны енді жұмыс жібін осы жерден қайшымен қиямыз. 2 петля қалдырамын. Міне, содан кейін ғана қиямын. Сосын ортасында жіптері бар. Жұқа жіптерін осылай қисақ, біздің жұмыс жібіміз ұзарды. Осы жұмыс жібін әр петлядан арасынан өткізіп шығамыз. Бес петлядан өткізіп алған соң, тағы да мынау 6-шы қылып, осы петляны 1-ші петлядан тағы да 1 рет өткізу керекпіз. Сонда біздің круг өзара біркелкі болып жабылады. Ол үшін мынау өткізіп болған соң жұмыс жібін, яғни мына жіпті ішке кіргізіп, бас киім төбесінен іш жағынан жұмыс жібін тартамыз. Сонда мынау жабылады төбесі. Міне төбесі жабылды, еш нәрсе көрінбейді. Енді іш жағынан жұмыс жібін тартып қоямыз. Тоқымамыз аяқталғанда осылардың бәрін қиып, жұмыс жіптерінен қалған артық жіптерін барлығын қиып, жасыратын боламыз. Біздің бас киімнің жоғарғы жағы дайын болды. Міне осылай ішкі жағынан қарасаңыздар, барлығы біркелкі тоқылған, ешқандай петля қалып кетпеген. Енді осының біз төменгі жағын тоқитын боламыз. Ол үшін біз жұмыс жібінен петляларымызды алып, бас киімге бірінші петляны, яғни бірінші петляның ортасынан қиып біз жұмыс жібін ұзартып аламыз кішкене. Сонда біз бір-ақ петляны қидық. Енді ары қарай, белгі тұрған жерден бастап, әр петляның міне, әр ашылатын осындай орындарға қарап тұрсаңыздар, әр жіптен кейін осындай орындар бар. Осылардың барлығына бір-бір петлядан енгізіп шығамыз. Бізде мына жерде 29 петля болғандықтан, әр қайсына бір-біреуден жанынан енгізгенде 58 петляны, осындай жұмыс жібіндегі 58 петляны енгізу керекпіз. Оны жасау үшін алғашқы петлямызға, міне маркер тұр бізде, осыған астынан осылай енгіземіз. Міне. Біреуін енгіздім. Енді оның енгізген жерге еш нәрсе енгізбей, соның жанынан тағы да орын бар. Осы жерге ашқанда осылай. Соған тағы да бір петляны енгіземіз. Яғни астыңғы жағынан тағы да міне бұл жерге енді болды. Біз еш нәрсе енгізбейміз. Қасында ашылатын осындай орын бар. Осы жерге тағы бір петляны енгіземіз. Келесі ашылатын орын осы жерге тағы бір петляны енгіземіз. Оның жанында тағы да ашылатын орын бар. Осы жерге тағы да бір петляны енгіземіз. Міне бізде әр ашылатын осындай орындарға бір-бір петлядан енгізіп шығу керекпіз. Сонда айналдыра енгізіп шыққанымызда бізде 58 петля енгізіліп тұру керек. Айтылған жерге дейін келіп тоқып, барлық петляны енгізіп болдым. 58 петля енгіздім. Енді тоқымамызды бұрамыз. Сосын мынау жұмыс жібінен келе жатқан петляларымызды келесі осылай қарай тоқып кетеміз. Ол үшін
жұмыс петлясынан петлямызды алып, мынау соңғы енгізілген петля екеуін бір-біріне енгіземіз. Міне осылай. Келесі петляға жаңа жұмыс жібін алып, оны енгіземіз. Жаңа жұмыс жібінен тағы да петляны алып, оны тағы да жаңа петляға енгіземіз жанындағы. Осылай бір-бір петлядан, міне, бір-бір петлядан тағы да бір круг айналдыра енгізіп шығамыз. Осы қатардың соңына дейін тоқыдым. Бізде әлі де тағы бір қатар тоқу керекпіз. Ал бас киіміміз әзірге осындай. Қазір біз соңғы қатарды бір-біріне, міне жұмыс жібінен келе жатқан петляны бас киімнің петлясына енгіземіз. Тағы да жаңа петляға мынау жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгіземіз. Келесі петляны жанындағы петляға енгіземіз. Осылай тағы да бір қатарды тоқып шығамыз. Мен тоқып жатқанда жұмыс жібім аяқталайын деп қалды. Сондықтан екінші буманы ашып, соның да бір шетінен міне кішкене бір петлясын ортасынан жібін қиып, осылай жібімді ұзартып алдым. Енді осы екі жіпті бір-біріне жақындау етіп байлаймыз. Сонда біздің тоқымамыз ешқандай несі көрінбей, түйіні білінбей кетеді. Міне осылай байладым. Ары қарай жалғастырып кете беремін. Соңғы қатарды тоқып алдым. Енді осы жерден жібімізді қиып, бізге енді тоқыма жібі қажет емес. Бір петляны қалдырып, міне артық бір петляны қалдырып, енді осы жерден жіпті қиямыз. Сосын әр петляны бір-біріне енгізе отырып, бүкіл шетін айналдыра жауып шығамыз. Ол үшін міне біздің бірінші петлямыз осы, осыны оның ішіне екінші петляны енгіземін. Екінші петляның ішіне үшінші петляны енгіземін. Осылайша өрілгендей болып, біздің панамамыздың шеті аяқталады. Соңғы петляны жауып болдым. Жаңағы кескен бір петлямыз қалып еді, осының ортасынан қиып жіпті ұзартып аламын. Енді мынау ортаны, екі ортаны жабу керек. Бір-біріне біріктірем осылай. Сонда біздің тоқымамыз біркелкі болады. Ол үшін бастапқы петляның ортасынан жібімізді өткізіп, оған соңғы жібімізді ілдік петлямызды. Енді осылай жасырып қойсақ болады. Ал ішкі жағынан қарасаңыздар, бізде міне жалғанған жіптер бар. Сосын басында біз дөңгелекше етіп бас киімді тоқығанымызда, міне аяқталды бас киіміміз. Осы жерді тоқығанымызда да түрлі жіптер қалды. Осылардың барлығын қазір байлап, ішіне жасыратын боламын. Ең алдымен мынау төбесі бас киімнің, осыны жасыру үшін кішкене қысқартып аламын жіпті. Енді мынандай крючоктың көмегімен, немесе өздеріңіз қолдарыңызбен де осылай петлялардың арасынан өткізіп, оп-оңай оны істеу. Осылай жасырып шыға бересіздер петляларға. Іш жағынан еш нәрсе көрінбей тұрады. Сырт жағынан да еш нәрсе көрінбейді. Міне біреуін жасырып қойдым. Тоқымамыздың ішін бәрін жасырып болдым. Мынау маркерді де алдым. Енді бізде
панамамыз осылайша дайын болды. Қазір бірге құлағын тоқитын боламыз және оны тігеміз. Біз панамамызға осындай ушки тоқитын боламыз. Міне ол үшін қазір бізге жұмыс жібін алып, бірінші петлясын ортасынан жіңішке жібін қиямыз. Кішкене жіпті ұзартып алдық. Енді міне екі воздушный петля тоқимыз. Оны тоқу үшін бірінші петлямызға екінші петлямыз тұр. Бірінші петлямыздың ішіне екінші петляны енгіземіз. Міне бір воздушный петля болды бізде. Екінші петлямыздың ішіне үшінші петляны енгіземіз. Осылайша екі воздушный петля тоқып алдық. Енді тоқыманы бұрып, қолымызға осылай ұстап, мынау бірінші тұрған петляға, яғни міне жұмыс жібінен келе жатқан, бұл біріншісі, мынау екіншісі. Бірінші тұрған петляға біз 5 столбик без накида тоқимыз. Ол үшін міне ортасында мына шетін ашылатын жері бар. Осы жерге жұмыс жібінен келе жатқан петляны, яғни мынау петляға әлі тиіспейміз, жұмыс жібінен келе жатқан жаңа петляны алып, ішіне енгіземіз. Осы жерге шығарамыз. Екі петля болады бізде. Осы екі петляны біріктіріп, жаңадан жұмыс жібі келе жатқан петляны міне осыны екеуінен де өткіземіз. Осылай біз бір столбик без накида тоқып алдық. Осы жерге қайтадан екінші столбик без накида тоқимыз. Ол үшін міне жұмыс жібінен келе жатқан петляны тағы енгіземіз. Ал жаңағы тоқып алған петлямыз осы екеуін біріктіріп, жұмыс жібінен келе жатқан тағы да жаңа петляны екеуінен өткіземіз. Сонда бізде уже екінші столбик без накида тоқылды. Мынау бірінші, мынау екінші. Тағы да көрсетемін. Міне жұмыс жібінен келе жатқан петля, оны осы жерге қайталап енгіземіз. Сосын петляны тартып шығарамыз. Екі петляны біріктіріп, жаңадан жұмыс жібі келе жатқан, осы жұмыс жібінен келе жатқан петляны екеуінен де өткіземіз. Біз қазір үшеуін тоқыдық. 1, 2, 3. Енді тағы екеуін тоқимыз. Ол үшін дәл осы енгізген петлямызға, жаңағы воздушный петлямыздан тағы да бір петля енгізіп шығардым жұмыс жібінен. Екі петля болды, екеуін біріктіріп, жұмыс жібінен келе жатқан жаңа петляны екеуінен де шығарамыз. Қазір 4 болды. Енді 5-шісін, міне жұмыс жібінен келе жатқан петля, оны осы жерге енгізіп, тартып шығарамыз. Екі петляны біріктіріп, арасынан, міне жұмыс жібінен келе жатқан петляны екеуінің арасынан өткіземіз. Осылайша біз 5 столбик без накида тоқып алдық. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 болды. Тоқыманы бұрып алған соң, мынау біздегі өзіміздің жұмыс петлямыз, оған еш нәрсе тиіспейміз. Ал жұмыс жібінен келе жатқан петляны осы жердегі міне косичка болып тұр ғой, осының астыңғы жағында орын бар. Осы жерден мына петляны енгізіп, сыртқа тартамыз. Сонда бізде екі петля болды. Осы екі петляны біріктіріп, жаңа жұмыс жібінен келе жатқан мынау петляны екеуінен өткізіп шығарамыз. Тағы да дәл осы жерге тағы бір столбик без накида тоқимыз. Ол жаңағыдай жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгізіп тартамыз. Екі петляны біріктіріп, жұмыс жібінен келе жатқан осы петляны өткіземіз. Сонда біз бұл жерге екі столбик без накида тоқып алдық. Келесі столбик без накидаға біреуін тоқимыз. Міне жұмыс жібінен енгіздік. Астыңғы жағынан қараңыздар, мына жақта петля бар. Осының астыңғы жағынан осылай косичканың астыңғы жағынан өткізіп, петляны тартамыз. Екі петляны біріктіріп, жұмыс жібінен келе жатқан жаңа петляны екеуінен де өткіземіз. Сонда біз бұл жерге біреуін ақ тоқимыз. Ал үшінші столбик без накидаға біз 3 столбик без накида тоқимыз. Міне біріншісі біріктіріп, жаңа петляны өткіздік. Міне біріншісін тоқыдық. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Жаңа жұмыс жібінен петля енгіздім.
екі петляны біріктіріп, жаңа жұмыс жібінен петляны алып шықтым. 2 болды. Енді дәл осы жерге үшінші тағы да бір столбик без накидан тоқимыз. Міне біріктіріп, жаңадан жұмыс жібінен келе жатқан петляны екеуінен де шығарамыз. 3 столбик без накида тоқып алдым. 1 столбикқа. Көрдіңіздер ме? Мына жерде біріншісінде екеу тоқыдым, столбик без накида. Кейінгі столбикқа мен біреу тоқыдым. Ал үшіншіге үшеу тоқыдым. Бұл біздің үшкірімнің үстіңгі жағы болып тұрады. Осы жерге үшеу болды. Енді келесі қасындағы 4-ші столбик без накидаға мен біреуін тоқимын. Міне 1 столбик без накида тоқимын. Ал ең соңғысына, осы ең соңғысына екеу тоқимын. Міне осы петляның астыңғы жағынан енгіземін немді, петлямды. Сөйтіп 2 петляны біріктіріп, жаңа жұмыс жібінен шығарамын. Біреу болды. Дәл осы жерге екінші болды. Сонда бізде осындай әдемі ушки дайын болды. Қазір артық жіптерді қиып, осындай қылып, екеуін де дайындаймын. Ол үшін жұмыс жібінен келген петляны арадан өткізіп, тоқымамызды аяқтау үшін екеуі бірдей ушки болу керек. 2 ушким дайын болып қалды. Қазір артық жібін кесіп, жасырып қоятын боламын. Крючоктың көмегімен осылай тоқыманың арасына жасырамын. Және мына бетінде жасырып қоямын. Осылайша артық жіптерді жасырып, және шығып тұрса қиып қойып қою керек. Міне бізде 2 ушки дайын болды. Енді осыны панамаға тігетін боламыз. Ушкиді тігу үшін ине жіпті өткізіп алып, осылайша ине жіптің көмегімен тігіп қоюға болады. Оны айнаға киіп тұрып қарап алсаңыздар болады, немесе көз мөлшермен осылай примерно қай жерден ыңғайлы әдемі болып тұрады, солай қойып алып тігіп шықсаңыздар болады. Оны тігу өте оңай. Бірінші ушкиді тігіп алдым. Міне осындай болды. Енді екіншісін де ине жіптің көмегімен бір деңгейде қойып, екеуін бірдей етіп тігіп қоятын болам. Осымен панама дайын болды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса төменге қалдырсаңыздар болады.
Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.